сәлеметсіздер ме құрметті 8-ші сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз география пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім физикалық география бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Біз енді өзіміздің жалпы тапсырмамызды орындайық. Бізде екінші тоқсанға арналған алғашқы ПЖБ-мыз екен. Бірінші тапсырмада берілген суретте климат түзуші факторлар көрсетілген. Климат түзуші факторлардың жергілікті жер климатына әсерін талдаңыз деп бізге берілген екен. Енді осы сурет бойынша біз тапсырмаларды орындайды екенбіз. Біріншісі бұл бізде күн радиациясы. Жергілікті жер климаты температурасын қалыптастырып, таралуында негізгі рөлді атқарады. Күн радиациясы жер бетіне ендік бойынша әркелкі түсіп, экваторға жақын орналасқан аумақтар көп жылу алып, полярлық аумақтарға қарай сәулелердің түсуі сиректеп, температураның төмендеуіне алып келеді. Жер бедері жер бедерінің және оның ірі құрылымдарының орналасу бағыттары, мұхиттар мен теңіздердің орналасу тау жоталарының жату бағыттары жергілікті жер климаттарының түзілуіне атсалысады. Мұхиттар мен теңіздерге жақын аумақтардың климаты жұмсақ ылғалды болып келсе, таулы аумақтардың климаты биіктігіне байланысты ауа райы температурасы әркелкі таралады. Ауа массалары Ауа массалары жергілікті жер климатының қалыптасуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі ауа массалары. Ауа массалары жергілікті жердің температуралық көрсеткішін ылғалдану дәрежесін, атмосфералық фронттарын, қысым белдеулері мен қысым орталықтарын қалыптастырып, негізгі климат түзуші фактор болып табылады. Келесі бұл географиялық орны жергілікті жер климатының қалыптасуы географиялық орнына байланысты жоғарыда атап өткен күн радиациясы, жер бедері, ауа массалары климатты түзуші негізгі факторға айналады. Географиялық орынның маңыздылығы мұхитқа жақын немесе алыс орналасуы, құрлықтың ортасында орналасуына байланысты климат біркелкі емес, күрделі, әртүрлі етіп қалыптастырады. Екінші тапсырма климаттық белдеулер картасы берілген деген. Экваторлық белдеулерді тауып, қай санға сәйкес келетінін жазыңыз деген. Бізде экваторлық белдеуге жалпы сәйкес келетін міне осы жер. Бізде дұрыс жауап 1. Дұрыс жауап 1. Келесі тапсырма осы белдеудің әр құрлықтағы ерекшелігі мен ұқсастығын жазыңыз деген. Ерекшелігі бұл бізде оңтүстік Америка. Тұрақты жылы және өте ылғалды климаттың қалыптасуы, экваторлық ауа массаларының басым болуы, атмосфералық жауын-шашын мөлшері 2000-нан 5000 мм, ауа температурасы 20-дан 25 градустан төмендемейді. Африка. Ылғалды және ыстық ауа массалары басым климаттың қалыптасуы, атмосфералық жауын-шашын мөлшері 2000-3000 мм, ауа температурасы 26-28 градус, қысы құрғақ, ыстық әрі қапырық ауа райы қалыптасады. Келесі бізде Евразия. Евразия экваторлық ауа массасы әсерінен ылғалы мол түседі. Ауа температурасы 24 градустан төмендемейді, тұрақты түрде екі жарты шарттың пассаттарының ықпалында болатындықтан жауын-шашын өте мол түседі. Көктем мен күзде жауын-шашынның мөлшері күрт артады. Ұқсастығына келетін болсақ, жыл бойы төмен қысым мен экваторлық ауа массаларының басым болуы, ауа температурасы жыл бойы жоғары әрі тұрақты болуы, гумидтік климатты болуы. Келесі үшінші тапсырма берілген суреттерді пайдаланып талдау жасаңыз деп бізге берілген екен.
антропогендік әсерлерден қалыптасқан атмосфералық ластану мен климаттың өзгеруін анықтаңыз. Антропогендік әсерлерден қалыптасқан зауыттардан, өнеркәсіп орындарынан шыққан түтіндер әртүрлі ластаушы химиялық қалдық заттардың атмосфераға таралуынан түзілген атмосфералық ластану мен климаттың өзгеруі көрсетілген. Енді келесі салдарын жазыңыз деген. Салдары қышқылдық жауын шашын түсіп, топырақтың қышқылдануына әкеліп, ауыл шаруашылық өнімдерге зиян тигізеді. Ауа ластану адам өмірінің тыныс алу жүйесіне, жүрек, қан тамырлары жүйесіне әртүрлі аурулардың таралуына себеп болады. Атмосферадағы ауа құрамын бұзып, экожүйеге кері әсерін тигізеді. Келесі атмосфераның ластануының климат өзгерісіне әсерін азайту, шешу жолдарын ұсыныңыз деген. Жаңартылған энергия көздерін пайдалану, зауыттардан шыққан қалдықтарды өңдеуде жаңа технологияларды енгізіп, атмосфераға шығатын зиянды заттардың қалдықтарын мөлшерін азайту, ағаш отырғызып, ормандарды сақтау, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнамаларды күшейту және орындалуын бақылау. Құрметті оқушылар, осымен біз 8-ші сыныптың толықтай білім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының барлығын орындап болдық. Енді біз әрине дескриптор бойынша бағаланамыз. Бізде дескриптор бойынша толықтай балл 12 балл, осы 12 баллдың толықтай 12 баллын жинап отырған болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, ішінде лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге арнап жаңадан БЖБ тапсырмаларын шығаратын боламыз, және алдағы уақыттарда БЖБ 2 тапсырмаларын сіздер үшін арнап орындайтын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.